Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін біз Нұр-Сұлтан қаласында халықаралық мектептің шығармашылық тобы Назарбаев зияткерлік мектептерінің бастамасымен ұйымдастырылған отан үшін от кешкен батырдың біз ұрпағымыз марафон аясында асылдың сынығы 28 Панфиловшының ішіндегі 4 қазақ бауырымыздың бірі Мұсабек Сеңгірбаевтың немересі Төлеген Мұсабекпен сұхбаттасуға келдік. Мұсабек Сеңгірбаев 1941 жылы кеңес әскері қатарына алынып, сол жылдан бастап Ұлы Отан соғысының майданына аттанады. Қызыл әскер Мұсабек Сеңгірбаев Батыс майданындағы 16-шы әскердің 316-шы атқыштар дивизиясы, 1075-ші атқыштар полкі 2-ші батальоны 4-ші ротасының атқышы болды. 41 жылдың 16 қарашасында Мұсабек Сеңгірбаев Дубосеково темір жол айырмасында танкіге қарсы шайқасатын топтың құрамында жаудың бірнеше шабуылын тойтаруға және 18 танкісін жоюға қатысты. Бұл ерлік тарихта 28 батыр панфиловшылар деген атпен қалды. Осы шайқаста қазақ халқының батыр ұлы Мұсабек Сеңгірбаев ерлікпен қаза тапты. Ол Мәскеу облысы Волоколам ауданы Нелидово деревнясындағы бауырластар зиратына жерленген. КСРО жоғарғы кеңес төралқасының жарлығымен 1942 жылы 21 шілдеде неміс фашист басқыншыларымен болған шайқаста басшылықтың жауынгерлік тапсырмаларын орындау кезінде көрсеткен ерлігі мен батырлығы үшін Мұсабек Сеңгірбаевқа қаза тапқаннан кейін Кеңес одағының батыры атағы, Ленин ордені және алтын жұлдыз медалі берілді. Құрметті Төлеген Тілеуханұлы, майданда ерлік істерімен ел жадында қалған 28 Панфиловшының ішінде 4 қазақ қандас бауырымыз болды. Солардың бірі сіздің атаңыз Мұсабек Сеңгірбаев. Атаңыз жайлы естеліктеріңізбен бөліссеңіз. 28 Панфиловш деген енді ерліктер бүткіл әлемге жайылды ғой. Соның бірі өзіміздің атамыз Мұсабек Сеңгірбаев деген атамыз. Атамыз 1914 жылы Балқаш ауданы Бақбақты елді мекеніне қарасы 80 шұрық деген жерде өмір есігін ашқан. 1914 жылы 26 қаңтар, яғни барыс жылы. Атамыздың әкесі Сеңгірбаев бабамыз сол мекенде жай шаруа болып, малын бағып жүрген кісі болған. Енді атамыз кеңес үкімет дейміз ғой, қызыл әскерге келгеннен кейін атамыз енді бабамыз, Мұсабек бабамыз өте бір ауқатты кісі болған екен. Сол кездегі үлкен кісілердің жаңағы апамыздың айтуы бойынша жетім қалады 6 жасында. Сол кезде Мұсабек атамыздың әпкесі Күнес апамыз көрші ауыл дейміз, енді ол қазір Көксу ауданы болып кетті. Кезінде Қаратал ауданы болған, Алматы облысы, Қаратал ауданы орталығы Үштөбе қаласы болған. Сол енді жалғыз бауыр қалғаннан кейін, енді жетім қалғаннан кейін атамызды, Мұсабек атамызды Қызыларға ауылына алып кетті, өзінің тұрмыс құрған жерінде. Сол ауылда атамыз 13 жасынан бастап колхозға мүше болып, колхоздың жылқысын баққан екен. Сол жерде жүріп комсомол өтіп, кішігірім болса да ауылдың комсомол мүшесі болып, сол ауылдың комсомол үйінің хатшысы болыпты. Сонымен 17 жасқа толғанда 4 жылдық білімі бар екен, атамыздың бастауыш класты бітірген. Сол кезде енді атамызды көзі көрген кісілер айтады, ол кісілердің өзі де қазір 95-97 келді ғой, ол өзі бір 10-12 жастағы балалар екен. Сол жаңағы Мұсабек аға дейді ғой, Мұсабек аға жаңағы МТС-тен трактор айдап келгенде бүткіл ауылдың қыз келіншектер, жеңгелеріміз алдынан шығып жаңағы шашуын шашқан деп естелік әңгімесін айтқан. Содан жаңа қызу еңбектің ортасына кірген атамыз
күні түні жаңағы егістік басында жаңағы несімен трактормен 7 колхоздың жері жатқан екен. Сөйтіп еңбек етіп жатқан кезінде 22-ші өздеріңіз білесіздер 41-ші жылы кенеттен соғыс басталды ғой. Мына неміс басқыншылары біздің елімізге басып кірді таңғы сағат 4-те. Соны естіген жаңағы колхоз басқармасы жаңағы бүткіл нелерін жинап, осылай сұм иттершілер бізге жаңағы соғысты жариялап, осылай таңғы сағат 4-те шекарамызға басып кірді деген. Содан бұл жаңағы атамыз, мен өзім комсомолдың мүшесімін, жаңағы өзіміз жаспыз, отанды біз қорғамағанда кім қорғайды, осындай сын сағатта деп, жаңағы Үштөбе қаласындағы әскери комиссиятқа барып, өз атынан арыз жазады. Ол арызды жаңағы әскери басшылар қарап, жоқ енді бұл кішкене науқан кезі егіс пісіп келе жатыр, соны төкпей шашпай жинап алу керек, келесі ешқандай сіздерді жібереміз деп қайтарады екен. Бұл атамыз тағы бір ауылға біраз еңбек еткеннен кейін бүткіл ауылдағылар кетіп жатыр, бұл неге мені алмайды деп жаңағы трактордың өзінің жаңағы жолдасы Жәрдәмбе апамызға табыстап, бүткіл тетігін бәрі көрсетіп, қалай жүргізу керек, қалай нету керек, біраз күн үйретіп, содан жаңағы атамыз военкоматқа қайта барады. Мен осындай колхоздың председателінен рұқсат қағазымды алдым, жаңағы тракторымды сенімді адамға табыстадым, егінімізді жинап біттік. Енді бастыру жұмыс қалды, оның бір қырманда, бір жерде болады. Енді неге алыңыздар әскер қатарына, мен де ел қатарлы жаумен айқасайын деп. Содан бұл сол жаңағы неге жиналған эшелонмен Алматыға жібереді. Сол кезде Алматыдағы 316 дивизия құрып жатқан кез екен. Ол дивизияның бастығы генерал-майор сол кезде міне Қырғыз Республикасының әскери комиссары Иван Васильевич Панфилов тағайындалған екен. Ал енді бұл неге дивизияға алып жатқандары өте алғыр сондай қазақтың жас өрендерін алып жатыр екен. Мынау техника тілін білетін, жаңағы немістің танкісі келе жатқанда қорықпайтын, жаңағы трактордан қорықпайтын, гусеничный трактор дейді, танкілерден қорықпайтын, мылтық ұстай алатын, өзі жаңағы комсомол мүшесі болған екен. Сондықтан жаңағы жастарды алып 316-шы дивизияның 1075-ші полкының 4-ші ротасында 2-ші взводында сол жаңағы Астанада 1,5 айдай жаттығып, қарулармен танысып, сонымен августтың 18-інде жаңағы дайындалған, қаруланған, дайындалған солдаттар эшелонмен жаңағы батысқа қаратай майданға жүріп кеткен екен. 2016 жылы 28 Панфиловшыға арналған кинофильмі көрерменге жол тартты. Кинодан сіздің атаңыздың бейнесін көргендей болдық. Сіздің өзіңіздің кинодан алған әсеріңіз қандай? Өткенге бір сәт болсын саяхат жасай алдыңыз ба? Воины Красной Армии. Враг рвется к Москве. Нашли русское слабое место, сейчас между наших частей раз к шоссе и проскочит. Я думаю, очень хорошо, пусть попробуют, да? Заодно покажем им, если они еще не знают, кто такие русские, что такое у нас слабое место. Точно? Покажем. Вообще-то я казах. А казах что, не русский? Что ты мне голову морочишь? Мы же сейчас за Россию деремся или за что? Да шучу. Шучу. За Казахстан будем драться. Всем покажем, кто такие казахи. Уж не сомневайся. Договорились. Бұл өте үлкен бір екі мемлекет арасындағы достастық, елдер арасында үлкен бір керемет мәдени не болды, шара болды деп айтуға болады. Бұл 28 Панфиловшылар киносы негізінде 13 жылы басталып Ресей Федерациясының халқы мен Қазақстан Республикасының халқының қаражатына түсірілген. Бұдан аса көп бюджетіне не барылған жоқ, қаражат бөлінген жоқ. Жалпы қазақ халқы мен Ресей халқының қаражатына түсірген. Бұл кино 2016 жылдың Москваны қорғаудың 75 жылдығына орайластырып жасалды. Сол кезде 16 жыл жаңағы Дубосековада, жаңағы Волоколамскіде болған соғыстың есіне қаратай орайластырып Москва облысы Волоколам ауданының орталығында киноның тұсаукесері болды. Біз енді осы Астанадан бардық өзіміз жанұямызбен. Сол кезде жаңағы 28 Панфиловшылар киносының барысында біздің өзіміздің 4 аталарымыз болды, қазақ аталарымыз. Соның ішіндегі біздің Мұсабек атамызды басты рөлге алған екен.
ол басты рөлді ойнап шыққан. Сол жаңағы киноны көріп біткенмен таныстым. Азамат Нұрманов деген Ресей азамат екен. Омбы облысының тумасы, Москвадағы актерлар дайындайтын бетинистің актер факультетін бітірген екен. Кастингтен өтіп, тура сол кезде жаңағы Азамат Нұрмановтың жасы, атамыз жаңағы ерлік жасап өмірден қайтқан кез 27 жасында екен ол баланың. Сол жерде баламен таныстып, жаңағы 14 жылы атамыздың 100 жылдығына орай шығарған кітабымыз болған, Мұзбалақ Мұсабек деген. Соны табыстадым сол жерде. Сол жерде киноның режиссері Андрей Шалепамен киноның сценарийін жазған Ким Дружининмен сол жерде таныстым. Енді сол жерде киноның өте үлкен презентациясы болды. Лама деген спорт сарайы бар екен. Ішінде бір 2000-3000 адам сиятын бүткіл зал. Сол жерде отырдық. Біз енді алдыңғы қатарда отырдық. Ол іс-шараға Москва облысының губернаторы Андрей Воробьевпен сол кездегі мәдениет министрі Владимир Мединский қатысты. Сол жерде жаңағы маған атамыздың ұрпағы деп тікелей сөз беріп, енді сол кезде Москваны қорғаудың 75 жылдығы деп Ресей мемлекетінің медалін табыстады. Сол жерде 2 күн болдық, Қызыл алаңға бардық. Москва облысы Зеленоград ауданында даңқты батыр атамыз Бауыржан Момышұлының атындағы мектеп бар екен, орта мектеп. Сол мектепте қонақ болдық. Ол мектептің ұжымымен танысып, сол жерде бір әсерлі басқосулар болды. Сол енді жаңағы киноның сценарийін жазған режиссері атамыздың рөлін ойнаған, жаңағы біз барбыз. Сол жаңағы бүткіл жаңағы киноның тұсаукесерінде болған. Енді бұл Қазақстанға келдік, Алматыға келдік. Оны енді Қазақстанда тұсаукесерін жасады. Алматыдағы Есентай мол деген үлкен не бар екен, сауда орталығы. Оның сауда соның үлкен кино залында киноның Қазақстандағы тұсаукесерін жасады. Халық өте көп жиналды. Кейбіреулері сыймай сыртта қалды. Бірақ енді ол кісілерді айтып жатты, енді прокатқа енді шығып жатыр. Нетпеңіздер, сабыр сақтаңыздар, әлі де көресіздер деп. Сол киноны бастан аяқ сол жерде көрдік. Біз жақтан енді мәдениет министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы қатысты. Содан жаңағы киноны көріп біткеннен кейін тура залдың алдына не қойды, анандай столдар қойып, орындығын қойып, сол жерде жаңағы тұсаукесер жасап пресс-конференция болды журналистерге. Қазақстанның журналистері бар, жаңа Москвадан келген журналистері бар, газеттің тілшілері бар. Сол жерде отырған адамдар енді мені ортаға отырғызып, атамыздың тікелей ұрпағы сізге сөз береміз деп сол жерде маған сөз берді. Мен енді орнымнан тұрып, жаңағы микрофонымызды қосып, бүткіл жаңағы киноны шығарған, жалпы халықпен таныстырған, жаңағы Дружининге сценарийін жазған режиссер Андрей Шалеповға, ең бастысы атамыздың рөлін жақсы сомдаған Азамат Нұрмановқа рахметімді айттым, бүткіл халықтың атынан. Халық бәрі қошемет көрсетіп, жаңағы рахметін айтып жатыр. Содан енді атамыздың 100 жылдық 14 жыл өтсе де, 15 жылы Кеңес одағының батыры Мұсабек Сеңгірбаев 100 жаста деген төс белгі дейміз ғой, соны шығарғанбыз. Сол жерде ана үлкен кісілердің рұқсатын сұрап, мен сол жерде жаңағы Азамат Нұрмановқа, Ким Дружининге, Андрей Шалеповға соны табыстадым, бүткіл халықтың атынан. Бұл енді біздің атамыз болса да, бұл Қазақстанның халқының атынан, қазақ халқының атынан деп табыстадым. Олар да үлкен рахметін айтып жатыр. Сол кезде шыдай алмады ғой, Арыстанбек Мұхамедиұлы, аға өте орынды жасадыңыз, мынауыңыз бір керемет жақсы дүние болды деп жаңағы мен қолымды алып, жаңағы бүткіл зал ду қол шапалақтап, сөйтіп Қазақстандағы 28 панфиловшылар кинофильмінің тұсауын кестік Алматы қаласында. Содан жаппай бүткіл Қазақстанға жаңағы кино телевизордан экранды көрсете бастады. Атаңыздың құрметіне жазушы Әли Ысқабайдың «Мұзбалақ Мұсабек» атты кітабы жарыққа шықты. Кітапта атаңыз туралы тың деректермен келтірілген ақпараттардың саны көп. Жалпы кітап жазу идеясы қалай туды? 14 жылы атамыздың 26 қаңтарда 100 жасқа келіп жатыр ғой. Енді мен әңгімені ардан бастайын. 2010 жылы біз өзі Талдықорған қаласында тұрамыз. Нұр Отан партиясының бастауымен 4 адам жаңағы атамыздың Москваны қорғаған Дубосекова, Волоколамск тас жолының бойында дейді ғой тарихта. Сол жерге барғанбыз.
сол жерде барып жаңағы 28 панфиловшыларға арналған музейде болдық. Раиса Ивановна Федченко деген директор бар екен, ол кісімен таныстық, бүткіл музейді аралап шықтық. Экспонаттар керемет енді. Жаңағы тесілген каска, офицерский планшеттер, тура сол нақты 41-ші жылғы сапер күректері, оқ-дәрілері, барлығы. Винтовкалар, танкіге қарсы ататын противотанковый орудия дейді, барлығы сол жерде сақталған екен. Сол жерде жаңағы қайтыс болғанда 28 батырлар қайтыс болғанда 23 қайтыс болды ғой, 5-еуі ғана тірі қалды. Соны жерлеген, сол кезде байырғы тұрғындар бар екен, сол кісілердің фотосуреттерін көрдік. Енді түрлі түсті сурет емес, бұрынғы сурет қой, черный белый дейміз ғой, соны көргенде бір керемет әсер алдық. Соны көріп болғаннан кейін, бұның бәрі жаңағы Нелидово деревнясында. Содан кейін ауылдан қашық емес екен, бір шақырымға жетер-жетпесте бауырластар зираты бар екен. Үлкен зират екен, жан-жағын қоршап қойған, жан-жағын бір негізі Ресейдің Москва облысы табиғаты керемет қой. Май айында бардық, мамыр айында керемет жасыл желек жаңағы жүріз. Енді барып жаңа қарадық, 28 батырдың бүткіл тізімі тұр. Өз 4 метр стел екен, мрамормен әшекейленген, алтын жазумен жазылған. Жаңағыны қарап көзіміз жүгіртіп жаңағы атамыздың фамилиясына келгенде Мұсабек Сеңгірбаев деген оқығанда, қызыл әскер Мұсабек Сеңгірбаев деген оқығанда енді бір басқаша сезім денемді билеп кетті. Сондай бір ішкі дүнием оянды ма, бір тылсым күш бергендей болды жаңағы. Ежіктеп, бірінші кластың сәлемін қайта оқып, барып қолыммен сипалап жаңағы. Сол кезде бір құлағымыз бұрлағандай болды ма, ұрмағым келдім ба, бізбен осылай ерлісіп, бүкіл әлем халқын фашизмнен құтқардық. Біз осында бауырластармен, қаруластармен осы жерде жатырмыз дегендей маған бір тылсым күш келді, тылсым не болады келді. Соны көріп жаңағы жерде қанша ер азамат болсақ та енді ол кезде 50-ден асқан азаматпыз, еріксізден көзімізден ыстық жас шығып кетті жаңағы. Барған адамдарда бәрі тебіреніп, сол жерде суретке ауылдан енді атамыздың өскен жерінен бір өз елдің топырағына барғанбыз, бейіткен сол шетіне төрт бұрышына жаңағы ақындап жаңағыны қойып сеуіп сол жерге кеттік. Жаңағы енді туған жерінің ыстығы дейсін, сәлемі бізден болсын деп. Сондай әсерлерді алдық. Содан кейін ауылға елге келгеннен кейін өзім енді ой толғадым. Бұл енді 10-шы жылы, ар жағында 14-ші жылы. Енді не болса да бір кітапты шығарайық. Енді ер азаматпыз, атамыздың ұрпағымыз деп содан білгенде атамызды көзі көрген ауылда ақсақалдар сол кезде болған. Бір-екі апаларымыз болған үлкен, бір-екі үлкен ақсақал кісілер болған. Бұл кезде сол кездің өзінде бұл кісілер 94-93 жастағы кісілер болатын. Солардан барып жаңа көзі көрген, жаңағы бірге трактор айдасқан, жаңағы соғысқа барса да аман-есен жаралы болып келген ақсақалдардың жаңағы аузынан шыққан жаңағы сөздерін жазып алдым. Содан көрші ауылдарға шықтық. Қалай болды, не болды деген сияқты. Сонымен біраз материалдар жинап, өзіміздің де біраз жинап жүрген материалдарымыз болған. Жаңағы ескі фотосуреттеріміз болған. Соны жинастырып, жаңағы Мұзбалақ Мұсабектің атын қойған себебіміз, енді оны жаңағы авторы Әли Аға Ысқабаев, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Алматы облысының құрметті азаматы, сол кісіге қолға салып, аға осындай жағдай, сіз енді жазушысыз, қаламгерсіз, халыққа танымалсыз, менде осындай материалдар бар еді, атамыздың 100 жылдығы келе жатыр. Осылай сөйлеген ол кісі құп көріп, ол мына бір жақсы іс екен, жазайық, көмектесеміз, материалдар тағы да іздестірейік деп, содан жаңағы Википедия дейді ғой, мына қазіргі әлеуметтік желіде жақсы болды. Сол жерден біраз да нелерді алдық, құжаттарды алдық, соның бәрін дайындап 2013 жыл декабрь айында Алматы қаласына барып, жаңағы типография дейміз ғой, жаңағы баспаханаға барып табыстадық. Сонымен 2014 жылдың январдың 8 күні кітабымыз дайын болды. 1000 данаға не бердік, тапсырыс бердік, соны шығарып берді. Сол 1000 дананы бүткіл жаңағы
облыстағы қанша район бар, қанша кітапхана бар, мектеп бар, жаңағы әскери колледждер бар, солардың бәріне таратып, сондай бір ізгі шаралар жасадық. Қаһарман Мұсабек Сеңгірбаевтың есімін ел жадында қалдыру, өскелең ұрпақтың жадында жаңғырту мақсатында бүгінде атаңыздың атында көше бар, бірнеше білім ордалары берілген және де мұражай ашылған екен. Осы жөнінде толығырақ айтып берсеңіз. Енді атамыздың есімін ұлықтап 1959 жылы атамыздың өзі жаңағы еңбек еткен ұжым бөлек колхоз болды ғой, Жардыөзек деген, Мұқаншы, Октябрь деген колхоздар, Қызыларық деген, соны біріктіріп, Мұсабек колхозын соғыс біткеннен кейін Қаратал ауданынан жаңа әскери комиссариат келіп, бұл енді батырды туған, батырды өсірген ауыл екен, сіздердің ауылдарыңыз Мұсабек Батыр атындағы колхоз болады деп айтып кеткен екен 46 жылы, 1946 жылы 9 майға қарсы. Содан енді ауылымыз өркендеп өсіп, бала саны өсіп жатыр. 1958 жылғы аудандық жаңағы оқу бөлімімен жаңағы колхоз басқармасы өздері бірігіп, әр жұмысшыдан 15 күндік айлық есебінен жаңағы қаражат жинап, сол кездегі жаңағы соғыстан қайтқан мұғалімдер бар, жаңа мектептің директоры бар, завушы бар, бір жазда бірігіп өздері кірпіштен қолдан кірпіш құйған екен. Сонымен 1959 жылы жаңағы мектепті бітіріп, Мұсабек атындағы орта мектеп деген атына ие болып, содан бері ең бірінші ашылған сол мектеп болатын. Өзімізді сол 1967 жылы сол мектепке барып, жаңағы білімізді қолымызға қалам ұстадық. Ал енді атамыздың жаңағы атындағы мектепте жаңа айтып отырмыз, енді күні бүгінде Алматы облысында 2 білім ордасы бар. Біреуі жаңа қазіргі Көксу ауданы, 60 жылдан асып отыр. Екіншісі 1 жыл болды. Балқаш ауданының орталығы Бақанас ауылында ашылды. Оның ашылатын себебі жаңағы 14 жылы кітабымыз шықты, біз балақын Мұсабек кітап шықты, кинофильм шықты. Соның барысына қарай, соның орайына қаратай, жаңа Балқаш ауданындағы азаматтар менімен хабарласып, бұл қалай осылай міне тарихты бұрмалауға болмайды. Ертеңін білмесең, келешегін бұлыңғыр дейді данышпан қазақ бабаларымыз. Сонда осындай жағдайларды айттым. Сонымен жаңа біраз кітабымды алып, жаңағы түсірген дискімді алып, жаңа Москвадағы болған жайларды нелерді алып, Балқаш ауданына бардым. Сол жерде жаңағы бүткіл неге көрсетіп, үлкен кісілерге сол кезде ауданда ұшақ соғыс ардагері бар екен. Ол кісілердің өте жақсы болды ғой. Бақтыораз Бейсекбаев пен бір ауданда бір кеңес одағының батыр болады, Мұсабек деген атамыз шықты деп, бүткіл ел қуанып жаңағы өте шалғайда жатқан аудан ғой, өзі Қазақи аудан өте сондай керемет әсерде болып, сол кезде жаңағы атамыздың несіне рухына бағыштап үлкен ас берілді азаматтар сол жерде. Сол жаңағы үлкен асты беріп отырып, жаңағы Құран бағыштап жатырмыз. Сол кезде жаңағы соғыстан аман есен қалған, тылда еңбек еткен біраз адамдар бар екен, жаңағы 3 ардагер аталарымыз бар екен. Сол жерде бұл кісілер үндеу қабылдады. Мынау енді Балқаш ауданының орталығы нөмір 1 мектепте есімі жоқ. Осы Мұсабек Сеңгірбаевтың есімін осы мектепке біз лайық атамыз осы мектепке біз сол кісінің есімін берейік деп, білім ордасы деп. Сол жерде жаңағы ауылдан басталды, ақсақалдар алқасы, Бақыт Сқабаев деген ағамыз, Нұр Отан партиясы бар, аудандық әкімшілік бар. Солар облысқа үндеу хат жазып, жаңағы облыстан біраз адамдар қосылып, олар республикаға хат жазып, содан сол 17 жылдың аяғында басталған бұл іс-шара осы мына 19 жылдың 25 қаңтарында Бақытжан Сағынтаевтың нөмір 17 шешімімен осылай Алматы облысы Балқаш ауданы Бақанас нөмір 1 орта мектебі кеңес одағының батыры Мұсабек Сеңгірбаевтың есіммен аталсын деген қаулыға қол қойып үкімін шығарыпты. Содан бері былтыр 20 наурыз айында сол Бақанас несіне барып, мектеп ауылына барып, аудан орталығы, сол мектептің салтанатты түрде сол естерін лентасын қойып, оғанға дейін жаңа атамыздың мүйісін жасатып қойғанбыз. Кеудесіне бұларытып, өзінің қазақи нышанда бетін келтіріп, алтын жұлдызын тағып, қорашқысын кидіріп, сөйтіп жаңағыдай іс-шара жасап, бүткіл ел қатысып, жаңағы Алматыдан қонақтар келді, Астанадан келді, Талдықорғаннан болды. Үлкен бір 300-ден астам адамға қайтадан ас жасатып, үлкен кісілер жаңағы Құран бағыштап,
сондай бір керемет жағдайда салтанатты түрде өтті. Бүгінде сіздің қос бірдей немереңіз біздің Нұр-Сұлтан қаласындағы халықаралық мектепте білім алуда. Немерелеріңізге батыр аталары Мұсабек Сеңгірбаев туралы қаншалықты жиі айтып отырасыз? Бүгін енді өзіміз енді жұбайымыз Гүлайым Оразқызы екеуміз бір қыз тәрбиелеп өсірдік, екеуіне де жоғары білім бердік. Үлкен ұлымыз атасының жолын қуып, әскери салада қызмет жасап жатыр, бүгінгі күнде табысты жұмыс жасап жатыр. Сол Тимур баламыздың екі қызымыз, екі немере қызымыз бар. Екеуі де осы мынау халықаралық мектепте оқиды. Мектеп өте жақсы, соңғы программа бойынша салынған мектеп, керемет. Соларға күнде айтамыз, енді бұларда әлі де болса да ойын баласы ғой. Дегенмен санасында құйып жатырмыз. Мынау сенің атаң, мынау сенің бабаң, мынау сенің тегің, мынау сенің қаның деген сияқты. Енді ол кісілерді біраз түсінеді, біраз түсінбейді. Жаңа осы неге салтанатқа келе жатқан кезінде кейін үйден шықтым, екеуі де көз бақырып, маған қарап қалды. Екеуін екі жағынан суретке түсіп кеттім. Рухтар ояна берсін деп. Енді осындай жалғыз ғана 9 мамырда емес, 7 мамырда емес, әрқайда да айтып жатамыз. Қазақстан қарулы күштерінің құрылған күні 7 мамыр. Және де үлкен біздің еліміз үшін, жұртымыз үшін 9 мамыр ұлы жеңістің 75 жылдығы. Біз енді тәуелсіз мемлекетпіз, айырлы мемлекетпіз. Соны бүгін тойласақ па деген ойымыз.